Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз тарихтың шертіп пернесін бөлімі бойынша Асқар Сүлейменовтің Бесатар повесімен танысуды жалғастырып, арпалыс бөлімін талдайтын боламыз. Бүгінгі сабағымызда шығармадағы кейіпкерлер бейнесін даралау арқылы өмір шындығын анықтаймыз. Оқушылар, алдымен еске түсіріп алайық. Повесте қай кезеңдегі оқиға баяндалады? Қандай мәселе қозғалады? Бүгінгі сабақта талдағалы отырған бөлімнің арпалыс аталуының себебі неде деп ойлайсыз? Ойыңызды жинақтап көріңіз. Иә, 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті оқиғаға арқау ете отырып, жазушы сол кездегі ұлттың проблемасын сөз етеді. Ал аталмыш бөлім Крейгель мен Сәруардың көзқарас, сөз қақтығысына, ой арпалысына құрылып, екі кейіпкердің диалогі арқылы өрбиді. Ендігі кезекте осы екі кейіпкер туралы ойымызды жинақтап көрейік. Арпалыс бөліміндегі Крейгель кім және қандай іс-әрекетімен танылды? Сол сияқты Сәруар кім? Ол қандай іс-әрекетімен танылды? Ойларыңызды топтастырып көріңіз. Сіздердің жауаптарыңызды толықтырып өтсем деймін. Крейгель бұл бөлімде ақ патшаның офицері, досы иноземцевті тұтқыннан босатпақшы болады. Төреханды тұтқынға алады. Сәруар арқылы өз мақсатына жетуді көздейді. Сәруар оқыған жас жігіт, Төреханның ұлы, әкесін құтқарудың амалын іздейді. Крейгельмен сөз қақтығысына түседі. Осылайша автор Крейгель мен Сәруар арасындағы психологиялық диалогтар арқылы кейіпкерлердің характерін ашып көрсетеді. Төменде берілген үзінділерді оқи отырып, кейіпкерлерге мінездеме беріп көріңіз. Дала үстінен оқ атылмаған 50 жылдың ішінде жілік майлары бітеуленген болу керек. Қоқан-қоқан ат мініп, бір сөзіңе екі сөзбен жауап қайтарып, терезеден естірер себептері де осы. Бетімен кеткені. Өкіметте жоқ жерде өбексікіш боп алған. Ату үшін, асу үшін себеп керек пе екен? Ел деген ол сүт, көксу еткің келеме, көкме еткің келеме, қарма да отыр, деді Крейгель. Бар, деді Сәруар. Жұртпен кекесінмен кекке, оқпен отқа сүйеніп сөйлесуге болмайды. Ел үстіне әңгіртаяқ ойнатып, елдің өңменіне Бесатар кезену еміп отырған үрпіні шайнағанмен бірдей. Дәмнен үлкен, ақтан үлкен нәрсе жоқ. Үрпіні сыйламағанның өзінде сүтті сыйлауға болмас па? Адам алып қашты дейсіз. Адам ұрлаған, адам атқаннан ерсі боп па? Демек, өздеріңіз байқағандай, екі кейіпкер де осал мінезді адам емес. Крейгельдің бойынан отаршылдық, астамшылдық, жергілікті халықты менсінбеушілік мінез байқалса, Сәруар өзінің жастығына, әлеуметтік жағдайының тең еместігіне қарамастан, өз ұлтын сыйламаған орыс офицеріне тойтарыс бере сөйлеп, батылдық танытылатын өжет мінезбен көрінеді. Сәруардың мұндай мінез танытуы оның шарасыздығынан туындаған еді. Осылайша автор Сәруар образы арқылы тұтастай бір халықтың бойындағы мінез болмыстарды жинақтап, тап басып ашып көрсетеді. Сол замандағы өмір шындығын суреттейді. Осылайша автор кейіпкерлердің іс-әрекеттері арқылы қандай өмір шындығын көрсете білді? Жалпы, сізде кейіпкерлерге деген қандай көзқарас қалыптасты? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып, мына берілген бағалау критерийі мен дескрипторларын басшылыққа алып, тапсырманы орындаңыз. Сәруар мен Крейгельдің іс-әрекетін, көңіл күйін, қазақ халқына деген қарым-қатынасы, көзқарасын, болашаққа деген көзқарасын анықтап, өзіңіздің кейіпкер бойындағы адамгершілік құндылықтарға қатысты көзқарасыңызды білдіріңіз.
Оқушылар, сіздер дескрипторларды басшылыққа алып, тапсырманы тиісті деңгейде орындап шықты деген сенімдемін. Мына ұсынылған балама жауаптарды өз жауаптарыңызбен салыстырып, толықтырсаңыз болады. Сәруар, әкесі Төреханды офицер Крейгелден арашалап алмақшы болады. Крейгел, Төреханды құтқармақшы болған Сәруарды өз мақсатына пайдаланып, иноземцевті босатып алмақшы болады. Сәруар Крейгелден іштей сескенеді, бірақ өз қорқынышын сездірмей, батыл сөйлеуге тырысады. Крейгел өзіне берілген уақыттың аз екенін сезіп, күйгелектікке алдырады. Өз мақсатына жету үшін ашуын қолға алуға тырысады. Сәруар өз ұлтының намысын бәрінен жоғары қояды. Оны Крейгелдің халықты сүтке теңеген пікіріне берген жауабынан аңғаруға болады. Крейгел қазақ халқының тілін, дәстүрін жақсы біледі, бірақ жергілікті халықты менсінбейді, тәкаппарлықпен қарайды. Сәруар елінің отаршылдық азабынан құтылып, бақытты өмір сүруін армандайды. Крейгел мансап жолында өсіп, Верныйдың полиция басқармасына бастық болуға үміттенеді. Кейіпкерлер диалогінде байқағанымыздай, Сәруар кейбір сөздері өктем шықса, кейбір тұстары жасықтық танытып, именіп қалып жатады. Осындай осалдық Крейгелден де байқалады. Крейгел мен Сәруардың сөз қақтығысында кімнің салмағы басым түсті деп ойлайсыз? Осы сұрақты ой таразысына салып, өз жауаптарыңызды 4 сөйлем тәсілі арқылы дәлелмен жеткізіп көріңіздер. Бұл тапсырманы өз бетіңізбен орындау ұсынылады. Өз пікіріңізді білдіріп, себебін түсіндіріп, дәлел келтіріп, қорытынды ой айтыңыз. Ойымызды жинақтасақ, бүгінгі сабағымызда нені меңгердік? Арпалыс бөлімі негізінде кейіпкерлер мінезін сипаттадық. Кейіпкерлердің іс-әрекеті, көңіл күйі, өмірге көзқарасы арқылы автор сипаттаған өмір шындығын анықтадық. Қорыта келгенде, автор жалқыдан жалпыға ауыса отырып, кейіпкерлер образы арқылы тұтастай бір халықтың бойындағы мінез болмыстарды тап басып, ашып көрсетеді. Сол замандағы өмір шындығын суреттейді. Сөз зергері Ғабит Мүсірепов Асқар Сүлейменовтің Бесатары турасында ойға мырза, образға бай, бос сөзге сараң кітап ең үлкен арман. Әдебиет осыны күтеді, оқушы осыны күтеді. Бел астында ма, ол арман барлық қалам ұстағанның темірқазығы болары сөзсіз деген екен. Сабақ аяқталды.